Ayt. Bismillah. Allah sizге береке берсін. Әпке қарындастарымыздан сұрақ, үш сұрақ бірдей бәрі, ұқсас бір. Әйелі мен күйеуі ренжісіп қалса дейді, әйелі бірінші кешірім сұрап, көңілін табуға міндетті ма дейді. Бірінші сұрақ. Жақсы. Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады, jannattың әйелдері туралы хабар берейін бе дейді. Jannattың әйелдері, janнатқа баратын әйелдер, janнатқа түсетін әйелдердің хабарын берейін бе дейді. Сол janнатқа баратын әйелдердің сипатының бірі айтады, әйел кісі күйеуімен ренжісіп қалса, айып күйеуінде болса да, айып өзінде болса да, күйеуінің қолына қолын қойып, сен менен разы болмағанша мен көзімді жұмбаймын деген әйел дейді. Түсінікті ме? Міне janнатта болатын әйелдер. Важып емес, мүмкін өзінің ақысы емес шығар, мүмкін айыпты емес шығар, бірақ сонда да әйел кісіге егер janнат әйелдерінің бірі боламын десе, осы қасиеттен ұзақ болмау керек. Бұндай әйелдерді әдетте күйеулері кеш болса да қадірлеп біледі. Кеш болса да. Мүмкін бүгін білмейді шығар, ертең білмейді шығар. Уақыты өтіп, басына таж қылуға ақты болатын әйел екен ғой деп біледі. Егер бір тамшы инсафы бар еркек болса. Бір тамшы егер инсафы бар еркек болатын болса, ол әйелді қадірлеп біледі. Бірақ бүгін қадірлемеуі мүмкін. Жылдар өтіп, жемісін алады ондай әйел. Түсінікті ме жоқ па? Сол үшін әйел жағдай барынша күйеуінен біраз кішіпейілірек болғаны жақсырақ. Түсінікті ме? Себебі ер кісілерде азғантай бір кісілік деген нәрсе болып тұрады өзі. Ең әлсіздің өзінің әжептәуір кішілігі бар. Түсінікті ме жоқ па? Әйелдер азғантай сонда яғни өзін азғантай кішірек алатын болса, мәселе шешіліп кетеді көбіне. Сен емес, мен деген біттің ол. Өмір болмайды онымен. Иә, ер кісіде ара-арада яғни кейбір ақтарынан кешіп тұрғаны жақсы. Ара-арада. Яғни ашуланса шығып кетеді, басқа қылады, сөйлемей қояды, немесе соған ұқсаған үндемей қояды, көрсе де көрмегенге алып, естісе де естпегенге алатын болып тұрған жақсы ер кісіден де. Бірақ әйел кісіде көбірек болса жақсырақ. Себебі ер кісінің сондай болғанына ондай қасиет амал дәреже келмеген, әйел кісіге келген. Айып өзі де болса да, айып неде? Күйеуінде болса да, әйел кісі келеді де қолына қолын қойып, өзінің күйеуіне не дейді? Сен разы болмағанша мен көзім жұмбаймын дейді. Яғни демалмаймын, ұйықтамаймын, разы болшы деп. Міне janнат иелері болған әйелдердің қасиетті сипаты осы. Осындай болуға әрекет қылу керек негізінде.